әріптестер мінекей Google браузерді ашып, сервисді басып, мынандай Google'дың қосымшалары шықты. Енді мен Google Meet'ті табу үшін өзімнің аккаунтыма барамын. Мына жерде мінекей 9.1 қосымша тағы да осыны басамын. Басып, мына ашылған қосымшалардан мінекей Google Meet'ті таңдаймын. Міне. Google Meet'ті таңдағанда мынадай бет ашылды. Жаңа кездесу, новая встреча, бастым. Мынадай парақша ашылды. Ссылканы алу, сілтемені алу, кездесуді бастау, және Google календарда жоспарлау. Маған 10 минуттан соң қазақ әдебиет сабағы басылатындықтан, мен мынау екінші батырманы таңдаймын. Начать встречу. Мінекей бастым. Енді мынадай экранда менің бейнем шықты. Енді осы жерде оң жағына қарасаңыз, присоединиться деген тұр. Қосылу, иә? Осыны қосу арқылы мінекей ссылканы аламыз. Мынау мінекей Google Meet'тің ссылкасы, копировать данные дегенді мен бастым, көшірмесін алдым, өйткені мінекей ссылка на встречу скопированы дейді, яғни көшірмесі дайын деген сөз. Енді осы көшірмені алып, мен WhatsApp вебке, немесе Telegram вебке жүктей аламын. Мен қазір Telegram вебті ашамын. Telegram вебті аштым. Мінекей Telegram веб ашылды. Мен осы жерден 8-ші Г сыныбын таңдаймын. Мінекей 8-ші Г сыныбының мынау талқылау чаты, мынау негізгі каналы. Мен негізгі каналға жаңағы сілтемені былай қоямын. Көрдіңіз ба? Енді мінекей басқан кезде ентерді талқылау чатында пайда болды. Енді оқушылар осы сілтемені басу арқылы конференцияға жеңіл кіре алады. Егер оқушыларда Google Meet болмаса, Google Meet'ті орнату деген хабарландыру керек. Google Meet'ті орнату оларға қиындыққа түспейді, өте жеңіл түрде орнатуға болады. Сонымен тез арада барлық оқушы конференцияға қосыла алады. Мінекей Google Meet бетіне қайтадан оралдым. Бұл жерде енді таныстырып өтейін. Жоғары жақта мінекей показать всем дейді. Бұл жерде оқушылардың қанша қатысушыларды көрсетіп отырады. Ал енді жанындағы чатты бассаңыз, чатта мына жерде жазуға болады. Сабақ басталды деген сияқты. Сабаққа қатысушылар болады. Одан кейін показать на главном экране дейді. Оны басқан кезде без ваш экран, окно, вкладка хрома деген сөздер шықты. Енді без ваш экранды басайық. Мінекей бастық. Басқан кезде мінекей мынандай парақша ашылды. Откройте доступ ко всему экрану дейді. Ол доступты ашу үшін экранды, кішкентай экранды көріп тұрған. Былай үстінен шертіп қаламыз. Шерткен кезде поделиться түсі көп болып шыға келді. Енді осы поделицаны басамыз. Басқан кезде мінекей хабарландыру шықты. Сіз қазір басты экрандасыз дейді. Мұны сол жағында жоғары жақта ваш экран виден другим участникам деп тұр. Яғни біздің экранымыз бүкіл оқушыларға көрініп тұр. Енді оң жағына өттік, мінекей свернуть деген, яғни жиып қоямын. Бұл бетті мінекей жұмыс үстелі аштым. Бұны ашқаннан кейін мінекей әдебиет сабағынан дайындап қойған қорқыт презентациясын аштым. Қорқыт презентациясы ашылды. Слайд-шоуға бұны алдын ала дайындап қою керек. Слайд-шоуға бастым. Мінекей сначала. Басынан бастап. Міне осылай енді сабағымызды өте береміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қорқыт ата кітабы туралы Қорқыт күй атасы. Оқуымыздың мақсаты әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу және кейіпкерлер қарым-қатынастың тілдік көрінісін талдау.
қорқыта тұрған мінекей презентацияңызды осылай оқушыларға түсіндіріп айтып өтесіз. Осылай мінекей сабағымызды жалғастырып, барлығын жауып, конференцияға қайтадан ораламыз. Мінекей прекратить дейді, тоқтатыңыз дейді. Мен қазір презентацияны тоқтаттым. Мінекей басты экранды жаптым. Қайтадан мінекей осылай балалардың алдына ораламын. Міне осылай Google Meet'ті қолдануға болады. Google Meet өте жеңіл және аса тиімді. Бір жақсы жері 30 минутпен шектелмеген. Google Meet'тің уақытысы шексіз. 40 минут еркін отырамыз. Осынысымен аса тиімді. Онлайн сабақтарды сәтті өткізулеріңізге тілектеспін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.